Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде «Менің бауырым» атты жаңа жобаның тұсауы кесілді. Бұл жобаның аясында білім мен ғылым, өнер мен спорт салаларындағы жетістіктерімен көзге түскен 12-ші сынып оқушылары кіші сыныптармен сұрақ-жауап форматында кездесу кешін өткізді. Атап айтқанда, кездесу барысында республикалық және халықаралық ғылыми жобалар сайыстары мен олимпиадалардың жүлдегерлері Алдажаров Дулат, Сейілханов Олжас, Бекишев Диас, Мұсаханов Мади, Қалиев Олжас, Нұрмұхамед Данияр, Аханов Ақыл, IELTS емтиханнан 8 балл жинаған Ибраева Адия мен Нұрбаева Еркежан, Гонконг политехникалық университетінің грант иегері Құмарова Камшат сахнаға шақырылған үздік оқушылар тобын құрды. Сондай-ақ жобаға 12-ші сыныптың спорт және өнер саласындағы бетке ұстар ұл-қыздары мен қазіргі уақыттағы жоғарғы оқу орындарына білім алып жатқан мектеп түлектері қатысты. Жоба барысында болашақ түлектер кіші сыныптағы арттарынан еріп өсіп келе жатқан бауыр қарындастарының түрлі сұрақтарына өздерінің ағалық ниеттерін білдіріп жауап берді. Осы менің жетістігім, елімнің жетістігі және мен бауырым деген жобаны ұйымдастырушыларға өз атынан және бүкіл оқушылардың атынан шексіз алғысымды білдіргім келеді. Ал енді менің Дулат ағама қоятын сұрағым, Дулат, енді мен сіздің жетістігіңіз туралы көп білемін, және менің сұрағым осы жетістікке жоғары шыңдарға жету үшін ең бастысы не қажет? Онда ең маңызды не нәрсе? Енді бұл өте ауқымды сұрақ. Ең бастысы мен айтар едім, өзіңді аямау. Сенде кез келген адамда өте көп бос уақыты болады. Көп адамдар бұны түсінбейді, өзінде уақыт жоқ деп ойлайды, немесе басқа бір нәрсемен айналысып кетеді. Шын мәніне келгенде өзіңіз уақытыңызды қайда кетіресіз, сол туралы ойлансаңыз, онда өзіңізде өте көп бос уақыт бар екенін түсінесіз. Бос уақыттың бар дегені ол жақсы нәрсе емес, яғни сізде барлық уақытқа қандай да бір жоспар болу керек. Осы жолда сіз шаршауыңыз мүмкін, әрине бұл оңай нәрсе емес, ешкім бұны оңай болады деп айтқан жоқ. Бірақ осы жолда ең бастысы ол өзіңді аямау және бірінші болуға талпыну. Екінші емес, үшінші емес, бірінші болуға талпыну. Осындай мотивациямен ойланатын болсаңыз, онда көп жетістіктерге жетесіз өзіне өзі. Рахмет. Бұл кездесудің арқасында 7-11 сыныптың оқушылары өздерін толғандырып жүрген IELTS, SAT емтихандарына қатысты сұрақтарын қойып, сапалы кеңестер алды. Оқушылар сонымен қатар уақытты тиімді пайдалану, ғылыми жобалармен айналысу, олимпиадаларға дайындалу, әлеуметтік практикаларындағы белсенділіктің маңыздылығы сияқты тақырыптарда ой қозғап, өз тәжірибелері мен жеңіске жету сырларымен бөлісті. Бүгін біздің осы жоғарғы оқу орнына түсуімізге жол ашқан, біз үшін үлкен мүмкіндіктер берген Назарбаев зияткерлік мектебі біздің алтын ұямызға келгеніме өте қуаныштымын. Және де бүгін сіздерде жаңа бастама «Менің бауырым» атты жоба жүзеге асырылып жатыр екен. Осындай жобалар көп болсын, және де осы біздің артымыздан ерген жаңағы биылғы жылдың түлектері сіздердің осындай жетістіктерге жетіп жатқандарыңызға біз қуаныштымыз. «Менің бауырым» жобасының арқасында мектептегі жоғарғы және төменгі буын оқушыларының арасындағы ағалық бауырлық қарым-қатынас нығая түсті. Дорогие выпускники, студенты, без 5 минут, мы вас от чистого сердца поздравляем, что вы уже совсем скоро закончите школу. Поздравляем тем, что вы достигли финиша этой долгой пути. И желаем вам только счастья, только успехов и больше таких наград и достижений. Кішкі сыныптар бұл кездесуден өздеріне үлкен өнеге, сабақ алып, алдарына биік мақсаттар қойса, 12-ші сынып оқушылары мектепке деген алғыстарын білдіріп, елдерінің туын биікке көтерер жастар болуға ант етті. Қазақ елін ең дамыған 30 елдің қатарына қосар, мәңгілік елдің беделін асқақтатар. Кешегі Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқай сияқты ел көшбасшыларының ізін жалғастырар ұрпақ біз боламыз. Сондықтан бүгінгі жаһандану заманында жүректегі жалын мен асқақ армандарды жауындату біздің басты міндетіміз. Кешегі Мағжан, мен жастарға сенемін деп бізге өздері намыс пен жонылған
алмас қылыштарын, кісіліктерін бізге аманатпен қалдырды. Біз Назарбаев зияткерлік мектебінде заман талабына сай білім қаруымен қаруландық. Қазір білім жарыстырар ойлар ғасыры. Сондықтан да осы жарыста ел мен жердің намысы, болашағы тігілген еш уақытта ұмытпайық достар. Ойлар мен озбырлар ғасырында білім іздеу жолында еш тайынбаңыздар. Біз сіздерге сенеміз. Құрметті Гүлфарида Бабақұмарқызы, Өскемен қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің абыройын асқақтатып, бізді аялап осы сахнаға шығарған сізсіз. Сіз болмасаңыз, біздің осы жұлдызымыз жарқырап, осы сахнада тұрмаушы ек. Осы бағдарлама біздің алдымызға көп міндеттер қойды. Сол міндеттерді біз орындауға міндеттіміз. Аса құрметті Гүлфарида Бабақұмарқызы, біз сіз ғашық болуға үйреткен зияткерлер мектебін мәңгі жақсы көруге, достарымызды, ұстаздарымызды, осы жерде отырған барлық адамдарды қолдауға және болашақта еліміздің игілігіне еңбек етуге міндеттіміз. Сондықтан біз сіздерге ант етеміз, ант етеміз, ант етеміз. Осындай тамаша кездесу әрбір қатысушының бойына жігер беріп, сана сезімдеріне терең ой салғандығы анық. Менің бауырым жобасының мән мағынасы елбасымыздың алға қойған рухани жаңғыру үрдісінің түпкі құндылықтарымен ұштасып жатыр. Басты мақсат артынан ерген бауырларына қарайласа білетін, қоғамға қамқор, азаматтық жауапкершілігі мол зиялы ұрпақ тәрбиелеу.